Баршаңызға тағы да қайырлы күн деймін. Сіздермен бүгін осындай өте дәмді, керемет болып шығатын круассандармен бөлісетін боламын. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып, оның үстінен балғын ашытқымызды саламыз. Бізде ашытқы балғын болу керек, сонда круассандарымыз да жақсы көтерілетін болады. Енді бұл жерде шым-шым тұзымыз бен қантымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, жылы жерге 10-15 минутқа қалдырамыз. Бетін жағуды ұмытпаңыздар. Міне 15 минуттан кейін осылай біздің ашытқымыз көтерілетін болады. Бұл ашытқының балғын екендігін білдіреді. Осылай бетіне көбік шығып, әдемі болып көтеріліп тұрады. Енді жұмыртқамызды саламыз. Бұл жерде бір жұмыртқамен бір ақуыз, ал екінші жұмыртқаның сарыуызын мен круассандарды пешке салар кезде бетіне жағу үшін алып қалдым. Жұмыртқаны салып, үстінен сұйық майымызды құямыз да жақсылап араластырамыз. Енді біздегі маңызды ингредиенттердің бірі ол ұн болып табылады. Ұнды жақсылап електен өткізіп, оны бөліп қосатын боламыз. Ұнның грамын төменде описанияда қалдырдым. Осылай аз-аздан қоса отырып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Осындай жұмсақ қамыр илейміз, және де оның бетін жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Міне осылай көтеріледі, әдемі болып, бұл біздің қамырымыздың дайын болғанын білдіреді. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Ең алдымен оны бірнеше бөліктерге бөлеміз, шамамен 11-12 бөлік шығады. Әрқайсысын осылай дөңгелектеп қоямыз, және бетін сүлгімен жабуды ұмытпаймыз, сонда қамырларымыздың беті қаязмайды. Әрқайсысын бір-бірден алып жаямыз. Қамырды жұқа қылып, қатты қалың қылып жаймаңыздар, шамамен 3 мм-дей қылып жайсаңыздар жеткілікті болады. Әрқайсысын жайып, арасына ұн сеуіп, осылай бір шетке қоя береміз. Арасына ұнды көбірек сепсеңіздер, жабыспайды. Ұнды көбірек сепіңіздер, аз сепсеңіздер, ол қамырлар бір-біріне жабысып қалады. Енді қамырларды бір-бірден алып, олардың арасына бөлме температурасында тұрған сары майымызды жағып шығамыз. Қыздар, бұл жерде сармайдың бөлме температурасында болуы маңызды болып келеді. Себебі егер майымыз сұйық болып кететін болса, біз қазір круассанның үлкен қамыр жайған кезде май арасынан шығып кетуі мүмкін. Әрқайсының арасына осылай жағып шығамыз. Енді бәрін осылай біріктіріп, үлкен қамыр жаятын боламыз. Бұл қамырды да қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Осылай жайып алып, оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Егер круассандардың кішкентай болғанын қаласаңыздар, кішкене бөліктерге бөліңіздер, жіңішкелеу етіп, ал үлкен болғанын қаласаңыздар, үлкендеу етіп, мен сияқты осылай кессеңіздер болады. Енді әрбір қамырдың шеттерін осылай тіліп шығатын боламыз. Арасына өз қалауларыңыз бойынша варенье, джем, немесе шоколад, әртүрлі нәрсе қоссаңыздар болады. Мен вареный сгущенканы қостым. Тіптен бұл круассандардың арасына еш нәрсе қоспаса да өте дәмді болып шығады. Әрқайсысын осылай жайлап, орап,
пешке салатын боламыз. Осылай пешке салар кезде олардың арасын алшақ болуын қадағалаңыздар. Себебі олар қазір піскен кезде ісініп үлкен болып шығады, жақсы көтерілетін болады. Бетіне жаңағы алып қалған жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз және де 180 градус пеште пісіріп аламыз. Міне, достар, қараңыздаршы, осындай керемет, үлпілдек болып шығатын өте дәмді круассандар дайын болды. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Егер видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және